Адия, Еркежан, не істеп жатсыңдар? Бак. Мен оны боятып қойдым. Адия саған подаркаға берген емес па, иә? Иә. Күшті ме екен? Иә. Қана. Браслет жасауға болады екен. Мұндайлар күшті екен, иә? Радуга, сосын қандай бар? Мынау да күшті екен. Еще блестящий екен ғой. Алып берші. Мынандай үшеу бар екен, иә? Бояндыңдар ма сендер? Сезіп тұрсың ба бояған? Иә, көрініп тұр. Күшті екен. Тағы подаркалар көп еді ғой, иә? Оның бәрін көрдіңдер ме, ашып? Иә. Ей, Не oldu? свет не өшіп қалды, Адия. Нақты қалай жабам? Свет не өшіп қалды? Свет өшіп қалса емес. Свет жанбайды. Жанбайды свет. Не істейміз енді? Уже дарияға барып оқысың. Иә. Не істейміз енді? Есікші ашыла ма? Есік ашылмайды тоже. Кеттік балконға. Балконға кеттік мен қорқып тұрмын. Достар, бізде анаяқта балконнан былай біздің бөлмеге қарай өтуге болады. Қазір сояқты көрейік онда. Балкон ашық. Жүріңдер. Жабық тұрған еді ғой. Жүр. Жүріңдер, ары қарай барайық. Көріңдерші. Свет. Кім жапты? Ой, есік жабылып қалды. Жапқан жоқсың ба? Мен емес. Енді қазір аяққа болады. Ашылмайды. Достар, не істейміз енді? Үйімізге біреу кіріп кеткен. Суық балконда тұрмыз ғой. Үйімізге біреу кіріп кеткен жоқ па? Білмеймін ғой, светтің бәрін өшіріп тастаған сияқты. Анаяқтарда да достар арғы жерде де. Жоқ қой свет. Қосылмайды ғой. Білмеймін ғой. Қарсаңнан кім жауып кетті қазір ғана? Басқалардың бәрін де свет жанып тұр ғой. Үйде сонда біреу жүр ма, достар? Не істейміз енді, Адия, Еркежан? Еще дария бар ғой, сенбі. Жоғына қалай жабылып қалды, достар? Біз қазір ғана өздеріңіз көрдіңіздер ғой, кірдік. Содан кейін сразу жабылып қалды. Иә, сізден дауысын естідіңіз. Жүріңдер, арғы бетін көрейік. Көз жабылыққан шығар. Арғы бетті свет өшіп қой. Жабылық. Қалай сонда? Ашылмайды. Кім есіктің подъездің есігін алып? Кім есікті ашып кетті? Айыру. Кім есікті ашып кетті? Білмеймін, есік құтанып тұрды ғой ол. Ашпадық біз. Қазған құттаған едік, достар. Енді не істейміз біз? Адия, не істейміз енді? Әлі балкона кіріп кетті жоқ па, жабып? Той, достар, ашылмайды мынау. Қарсаңыздар, есік вообще ашылмайды. Аяғында кілт тұр ғой. Кілтпен құтап тастаған ғой. Ашылмайды. Жүріңдер, арғы бетін тағы бір көрейік. Айыру. Ау. Не істейміз енді? Достар кеседі. Не істейміз, достар? Қорқып отырмын. Еще үйді полностью өшіріп тастаған ғой. Ашылмайды. Яқтада кілт тұр ғой ана жерінде. Кімдер енді мына жерде отыра тұрайық. Достар, еще Басын алды ма? звондайық, мама папаға звондайық десек, ішінен планшеттерін залда қалып кетті ғой. Айырден звондаймыз десек, біз қазір қалай звондаймыз? Менде не жоқ қой, Wi-Fi. Иә, Wi-Fi жоқ. Бізде бар еді хотя. Планшетімізді бекер алып келмеппік. Той, достар, қорқып жатырмыз, не істесек болады? Не істейміз енді? Енді біраз отырамыз ба? Білмеймін ғой енді. Кім жүргенін білмейміз ғой. Өзімен өзі құттана салды ғой, достар. Не істесек болады енді?
жатыр. Мен де уже дәлдеп жатырмын. Мен де қорқып жатырмын, сендер ғана емес. Себебі аяқ ашылмайды, дәдеш қорқатсың ба? Аяқ та ашылмайды, аяқ та ашылмайды. Дария қош ауырып жатыр ғой. Я, достар, Дария ауырып жатыр еще. Мә, еще аяқ суық қой, а? Еще қазір одан да ауырады Дария. Достар, қалай шықсақ болады екен? Терезелер ашыла ма? Айару, терезені ашсаң, одан да суық болып кетеді ғой. Ашылмайды ешқайсысы. Мен қарсаңыздар, достар. Секірамаймыз ғой, терезе. Қалған үйлерде свет бар да, бізде жоқ. Қарсаңыздар, еще аяқ қолтанып тұр. Секірамаймыз ғой, жіпті жоқ қой. Еще терезе ашсаң қазір жаураймыз ғой. Не істесек болады? Қалай ашамыз енді, достар? Мә, қалай үйге барамыз енді, үйге қайтадан кіреміз. Ар жақта біреулер жүр ғой. Біреулерді көрдім. Kanka сөйтші Айару. Жай барыңдар. Қарсаңдар. Мен де қорқып жатырмын. Біреулер жоғары жақта. Я. Бір-екі адам ба, бір адам ба? Я, бірақ онша білмейді қанша адам екен. Міне, достар, қалай ойлайсыздар, біздің үйге кім кіріп кетуі мүмкін? Сіздер өйстіп біздің орнымызда болсаңыздар не істейтіндеріңіздер? Біз мысалы қазір қатты қорқып тұрмыз. Мына есік ашылмайды. Туй, достар, қалай шықсақ болады? Бәрі, ана қарасаңдаршы, ана қалған бөлмелерді не ғой, свет өшіп қалған ғой кәдімдей. Астында көрінетін еді, свет жағылып тұрса. Өшіріп тастаған светті полностью. Мен ойлаймын, осы жерде біраз қаламызды. Сонда ше, осы жақта қалмап қалсақ, қалай ұйықтаймыз саурап? Еще мама, папа, достар, ертең азанда келеді ғой. Ертең азанға дейін біз төртеуміз балконда не істейміз? Ауамен кетіп қалған ғой. Я. Еще жаураймыз. Я, сол ғой. Қап-қараңғы қазір мен зарядым азақ. Алуаны алып кетті. Біз ол кезде алуаны балконға кіргізбейтін едік. Өйткені алуа ауырады екенін білеміз. Я, сол. Сосын есік жабылып қалса алуа біраз қалатын еді. Сол ғой. Қалып кететін еді ғой. Достар, не істейтіміз білмей жатырмыз ше. Қазір уже сәлден кейін менің зарядымды өшеді, сосын аяқ вообще қап-қараңғы болады. Я. Сендер блокноттарымды, планшеттерімді бекер алмадыңдар ғой ше. Я, бекер. Сендердікін алғанда свет болатын еді, мама папаға звондайтын едік қой. Я, мама тез киіндерші. Еще, достар, біз бәріміз мынандай футболка киіп алғанбыз ғой. Я. Үй жылы болғаннан кейін балкон суық кәдімгідей. Прям суық, прям. Хотя бы бір бөлмеге қалмамай ма, балкон кәдімгідей суық. Тым. Білмеймін. Не ол? Біреудің ойыншықтар сияқты ғой. Я, Дария. Бірақ, достар, анаяқта қазір тып-тыныш болып қалды ғой ше. Ама, жана жоқ. Бірақ та қазір тыныш болып қалған кезде анаяқта бір адамдардың жүргендері естілді маған. Екі адамдай ма? Екі адам жүр сияқты ғой. Я, мен де көрдім, я. Жоқ, мен көрдім, қазір тыныш болып қалған кезде естідім дауыстарын ше. Кәдімгідей, достар, бүйтіп жүргендердің аяқтары естіліп жатыр ғой. Сонда бізді екі жерден қамап тастап, бірінші онда біз отырған кезде солар ғой свет өшірген, үштіп ішіне кіргіз жерген да, анаяқтан барады ғой деп ойлап. Үштіп енді екі жерден де қамап қойған. Айтпесем, бір адам екі жерді тез қамай алмайды ғой. Точно екі адам ба жүр, достар. Аяқты да қамап тастаған, ана жерді де қамап тастаған. Еще кілт сыртында тұр ғой еще. Ашайық десек. Аяқты бірдеңке іздеңдер, өткір нәрсе. Ойыншықтардың арасынан.
мен болам екен. Жалпы подсказка тастап кетпеді ма? Ондайтын еді ғой. Сол ғой. Ертең азанға дейін не істейміз, достар? Мама папа келмесе. Қалай айтсақ болады мама папаға? Хотя бы нені да терезені ашып айқайласақ та болмайды ғой. Бәрі ұйықтап жатыр еще, достар. Терезе ашылмайды. Еще бізді. Біз балкон ашылмайды еще. Еще жаурамыз ашақ. Достар. Ол не сонда қандай сөз деген? Ашылмайды ғой. Шында. Достар, біз уже балконда отқанымызға 1,5 сағат болды ғой. Не істесек болады? Аяры негізінде мен істеген, мен светтен өшірген бәрін. Қылмашы. Өйткені мама үйде негізі. Просто олар есікті құттап қойып, олар сендерден тығылып қалған. Еркежан, сонда бізге бұл пранк ба? Кенді шығам. Той, достар, біз 1,5 сағат наяқта не үшін отырдық? Еркежан, айтпайсың ба тез? 1,5 сағат отырдық қой наяқта. Аш енді есікті. Ашып қойған ба, кәні? Ашық негізінде. Кәні? Ашылды ғой? Еркежан. Жаман жесткий пранк болды ғой. Еркежан, сен ба бұның бәрін ойлап тапқан мамаларға айтып? Адияк, жаман пранк болды біз екеуміз кәдімде қорқып кеттік қой. Достар, бізде бұл Еркежан бізге осындай жесткий пранк жасапты. Адя екеуміз кәдімде достар балкон ішінде отырып қорқып кеттік. Еркежан сонда 1,5 сағат отырдық қой, достар. 1,5 сағат қалай айтпай отырдың? Біз, достар, осымен видеомызды аяқтайтын боламыз. Соған көрмей отырдың ғой. Қош, біздің видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар!